Вупипай тортын дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен 3 жұмыртқа, 210 грамм құмшекер керек. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Сосын 130 миллиграмм кофе экспрессо қосамыз. Және де 130 миллиграмм сүт қосып, жақсылап араластырып аламыз. 250 грамм масло сливочное қосамыз. 50 грамм какао қосып, араластырып аламыз. Және де 350 грамм ұн, 8 грамм разрыхлитель, 4 грамм сода қосып, тестамызды жақсылап араластыратын боламыз. Дайын болған тестамызды бірдей етіп 4 бөлікке бөлеміз. 4 бөлікке бөліп алып, 180 градус пеште 10-15 минут пісіріп алатын боламыз. Енді кремімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 450 миллиграмм сливки, 200 грамм сахарная пудра, 600-700 грамм творожный сыр қосып, кремімізді қою болғанша, бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған кремімізді корждарымыздың арасына шарик етіп, бір келке етіп жағып шығамыз. Дайын болған тортымыздың бетіне Қазақстан шоколадын ертіп, сливкимен араластырып, құйып шығамыз. Енді өз қалауларыңыз бойынша ягоды, печенье, шоколадтармен әрлеп шығатын боламыз.